Сәлем достар. Сіздермен компьютермен жұмыс YouTube арнасы және де мен Қайыпберген Жадыра. Бұл видеода осындай суретті қалай сөйлесту керегенін үйренеміз. Егер де қызық болса соңына дейін көріңіз. Құрметті көрермен, егер де осындай видео жасағыңыз келсе, онда DIDI деп аталатын сайтқа өтетін боламыз. Жай ғана Google-ға кіріп осылай жазамыз. Бізге мына ең бірінші тұрған сайт қажет. Бізге осындай бет ашылады. Орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Одан кейін жоғарыдағы авторизация деген кнопканы басамыз. Мұнда төменде мәди деген жазуды көріп тұрсыздар. Осының орнында вход и регистрация деп шығып тұрады. Сол жерді басып, өзіңіздің Google аккаунтыңызбен тіркеліп аласыз. Сізге 20 видеоны тегін жасауға береді. Ал одан кейін тек қана ақылы түрде ғана пайдалана аласыз. Енді видео жасайық. Сіздет видео дегенге барамыз. Мұнда бізге көптеген адамдардың келбеті шығып тұр. Оның жанында HQ деген жазу тұр. Бұл ақылы дегенді білдіреді. Одан төмен қарай түсетін болсаңыздар, тегін түрдегі адамдардың келбеті шығады. Осының кез келгенін таңдайсыз. Одан кейін мұнда оң жақта введите свой сценарий деген шығып тұр. Осы жерге сіздің осы бейне айту керек текстті жазасыз. Одан кейін астыға қарай өтсеңіздер, мұнда in English деп тұр. Осы жерді басып, сіз қазақ тілін таңдай аласыз. Тілді таңдағаннан кейін астында Айгүл деген жазу шығады. Оның үстін бассаңыздар Айгүл немесе Дәулет деп тұр. Осы екеуін біреуін таңдайсыздар. Яғни әйел болса Айгүл, ер адамға Дәулетті таңдаймыз. Одан кейін оң жақ жоғарыда тұрған создать видео дегенді басамыз. Одан кейін осындай кішкентай экран шығады. Осы жерден тағы да создать дегенді басамыз. Кішкене загрузка жүргеннен кейін біз видеоның қалай шыққанын көретін боламыз. Сәлем. Есімім Жадыра, менің каналыма қош келдіңіз. Мінекей бізде осындай кішкене 4 секунд қана видео шықты. Астында тұрған делиция кнопкасын басатын болсаңыз, сізге сілтемені көшіріп алуға болады. Осы жерден бірден WhatsApp, Facebook, Twitter желілеріне бірден жолдауға болады. Скачать дегенді бассаңыздар, компьютердегі, яғни мой компьютердің ішінде загрузки деген жерге сақталады. Ал енді өз суретімізге өзге жасап көрейік. Ол үшін создать видео, оның үшін добавить дегенге барамыз да. Компьютер ішіндегі папкалардан өзімізге керекті сурет таңдап открыть дегенді басамыз. Дәл жаңағыдай керекті тексті оң жақтағы окошкаға жазамыз. Астынан өзімізге керекті тілді таңдаймыз. Айгүл немесе Дәулетті таңдаймыз. Яғни мен Айгүлді таңдадым. Дәл жаңағыдай создать видео, тағы да создать дегенді басып, видеоның қалай шыққанын көреміз. Сәлем. Сіздермен компьютермен жұмыс YouTube арнасы және де мен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай суретті қалай сөйлету керегенін үйренеміз. Мінекей достар, видеоның жасалу жолы осындай. Егер де дәл осы видео ұнаған болса, онда видеоға лайк басып, комментарий қалдырамыз. Және де достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, колокольчикті басып отырыңыздар. Себебі алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен тағы да бөлісетін боламын.